Қалдарыңыз қалай, көңіл-күйлеріңіз қалай? Сіздерге де осындай әрдайым күн сайын осындай жақсы көңіл күйін, көктемнің күніндей жарқырап жүре беріңіздер. Білімдеріңізге білім алып, бүгінгі сабақта өз белсенділіктеріңізді қосуға шын жүректен тілектеспін. Отырыңыздар. Ал енді оқушылар, бұл мұғалім дегенімізді естістік. Сіздердің білімдеріңізді ары қарай тереңдететін, бағып беретін басты ұстаздарыңыз. Сондықтан менің тілегімнен кейін әр топтың оқушылары өздеріңіздің бір-бірлеріңізге бір-екі ауыз сөз тілектеріңізді айтсаңыздар. Енді бұндай сұрақ сіздерде үнемі болады. Жақсы сауабыңыз. Жақсы рахмет. Бүгінгі сабақтың керемет жақсы өтуіне әрқайсымыз белсенді атсалысып, өзіміздің үлесімізді қосып отырмыз. Жақсы рахмет. Әділ. Біздің бүгінгі сабақтарымыз жақсы өтті. Рахмет. Бәріміз тілекшіміз. Әрине, енді балалар байқап отырған шығарсыздар. Бүгін сабағымыз біздің жаңа сабақ, өткен сабақпен байланыстырамыз. Сондықтан да бұл жерде сіздердің белсенділіктеріңіз, шығармашылықтарыңызды бақылаймыз. Сондықтан алдарыңыздар не? Бүгінгі сабағымызбен байланысты топта жазылыпты. Шерхан Мұртаза тобы, Ғабит Мүсірев, Тұрар Рысқұлов тобы. Бүгінгі біздің тақырыбымыздың тікелей байланысты. Енді алдын ала бұлай отыруға болмайды. Сондықтан да қазір әр топтан балдар шығып, тақтадан арнайы дайындалған стикерді алып, өзіміздің тобымызды анықтап алсақ. 70% қазақ көрдік. Ал осы кішігірім видеоға қарағанда не көрдіңіздер? Қандай сезім болдыңыздар? Осы видеороликтегі 1938 жылдар арасындағы қазақ халқының жағдайы туралы көрсетілген, яғни ашаршылдық кезеңі. Сотталған қазақ халқының саны 100 мыңнан астам болды. Ату жазасына салынғандары 25 мыңнан астам болды. Және жалпы ұлы отан соғысынан кешкендері 601 мыңнан астам болды. Рахмет. Uzun söz gelecek, kısa oyunuz, bravo söz. Осы бейнероликті көргенде мен өте қапалы сезімде болдым. Себебі біздің қазақ халқымыздың көрмеген қиындығы жоқ екенін түсіндім. Бірақ осы тәуелсіздік жолында жету өте қиынға соқты. Не айтасыз? Аштық кезінде қазақ халқының 70% жойылған. Қандай цифр көрдіңіздер? Атамыз айтқанда, егер соғыс болмаса, біздің қазір видеода мен сол сөздерге көп мән бөлдім. Яғни аштық құрбандарын неге ұмыттық деген сөз жүрегіме тиді. Біз ұлы отан соғысына қатысқан ардагерлерді білеміз, бірақ та аштық құрбандарын ұмытып кеттік. Жақсы, рахмет.